Сәлем достар, бүгін сіздермен ешқандай да ашытқыны қажет етпейтін, уақытыңызды үнемдейтін өте әдемі, осындай үрілген бауырсақтарды жасайтын боламыз. Бұл рецептпен жасаған бауырсақтар өте дәмді шығады, міндетті түрде жасап көріңіз. Керекті заттар: 2 ас қасық қант, 1 шай қасық тұз, 1 стакан айран, ас содасы, күнбағыс майы, 2 жұмыртқа және 400 грамм ұн керек болады. 2 жұмыртқамызды, үстіне 2 ас қасық қантымызды және 1 шай қасық толтырмай тұзымызды салып, бәрін біркелкі араластырамыз. Бөлме температурасында тұрған айранымызға 1 шай қасық соданы толтырмай салып араластырамыз. Бұл жерде соданың әсерінен айранымыз үлкейеді. Жұмыртқалы массамызға айранымызды және жарты стакан күнбағыс майын құйып араластырамыз. Күйінде отымызға ауыстырып, бетіне алдын ала електен өткізілген ұнымызды саламыз. Алдымен венчикпен араластырып, массамыз қоюлана бастағанда қолымызбен жұмсақ қамыр илеуіміз керек. Бетін жауып 5-10 минутқа жылы жерге қоямыз. Тақтайымызға ұнымызды сеуіп, қамырымызды тақтайдың үстіне жұқалап жаятын боламыз. Дөңгелек стаканның көмегімен бауырсақтарымыздың формасын шығарамыз. Бауырсақтарымызды кесіп болған соң матамен жауып қойды ұмытпаңыз, біздің қамырымыз кеуіп кетпес үшін. Алдын ала қызып тұрған күнбағыс майына бауырсақтарымызды салып, екі жағы қызарғанша қызартып, пісіріп алатын боламыз. Міне достар, біздің бауырсақтарымыз дайын, үлпілдеген, көтерілген, дәмді, әдемі бауырсақтар шығады. Міндетті түрде осы рецепті сақтап алыңыз, уақытыңыз үнемделеді және отбасыңызға бұл бауырсақтар қатты ұнайтынына сенімдімін. Рецепт ұнаса, төменге өз ойыңызды қалдырып, каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.